Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендерге үш таңбалы санды қалай бөлу кереккенін үйрететін боламын. Бірінші қараймыз, 284 бөлінген 2. Ал енді балалар, 284 бөлінген 2-ні қалай шығарамыз? Ең бірінші 2-нің үстіне өтір қойып аламыз. Яғни бізде 2 2-ге бөлінеді. 2-ні 2-ге бөлеміз балалар. 1-ден береміз. 2 жердегі бірім 2. Астын сызамыз, 2-ден 2-ні азайтсақ 0 болады. Мына 8-ді астына түсіреміз. Енді балалар, 8-ді 2-ге бөлсек неше болады? Яғни 2-нің көбейту кестесінде 2 көбейтілген 4 бізде 8 береді. 2 көбейтілген 4 8 болады. Сызамыз, 8-ден 8 азайтамыз 0. Сонымен 4-ті түсіреміз балалар. 2-нің көбейту кестесінде неше 4-ке тең болады? 2, яғни 2 көбейтілген 2 тең болады 4, тең болады 0. Түсінікті ме балалар? Енді тағы біреуін көрсетейік балалар. 868 бөлінген 2. Өтір қоямыз. 8-ді 2-ге бөлеміз. 4, яғни 4 жердегі 2 8. Азайтамыз 0. 6-мызды түсіріп аламыз. 6 бөлінген 2 неш болады балалар? 3, яғни 2 жердегі 3-ім 6-ны береді. Тең 0. Енді 8-ді түсіреміз. 8-ді бөлеміз 2-ге 4. Сонда болады 8. Сонда балалар, жауабы 434. Яғни 868 бөлінген 2 тең болады 434. Дұрыс. Менімен бірге болыңдар балалар, тағы да көбейтуді, бөлуді үйрететін боламын.